Merhaba arkadaşlar. Bugün bizde Tasarı Akademiyanın ұйымдастыруымен Efes қаласына барамыз. О жақта көптеген мұражайлар бар. Соларға тур жасап қайтамыз. Өте қызық болады. Сол үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Мен қазір Yükseliş общежитиясына келе жатырмын. Себебі осы жерде жиналамыз сағат 9-да. Сосын бізді автобуспен алып кетулері керек. Сол жиналатын нүктелері сол Еге юрт общежитиясының алды и Yükseliş общежитиясының алды. Біз сияқты квартирада тұратындар қайсысы ыңғайлы, соған қарай барады. Tasarı деген не берді? Кепка берді бізге. Кепка жарасатындар рақат өйстіп суретке түсіп, сөйтіп жүреді да. Жараспайтындар өйстіп кимей жүреді. Çalın, ben de dombra dinleyeyim. Çok severim müzik. Alkışlayın. Bravo. Haydi bakalım. Dinliyoruz. Hocam, buraya gelip mikrofonu çalsa daha iyi değil mi? Oraya git. Kesin gelip көңілді болсын бүгінгі біздің күніміз. Күніге шығып атқан жоқпыз, осылай бәріміз сағынғап сендерді көрмегендер. Ben gerçekten çocukken bir Tarkan'ın Dudu şarkısını çok sevdim. Evet, bunu söylemek istiyorum. Var mı sizde? O da tasarıda okuyor. Bili asile orada aşığı bilisi. Бағана биледің, енді неге билемей жатсың? Ben foto çekebilirim sizlerle. I can take a photo. Is it okay? Бағана Мейрам ананың ескерткішіне бардық, енді үйіне келдік. Осы жерде үйі дейді. Привет. Достар, міне осы Эфес қалашығы бұрынғы. Бұған кіру үшін біз мынандай қаладан карта алғанбыз. 60 лира тұрады. Мынау менің түрім негізі. Осы жерде де сада деген бұл карта, бірақ бұл жерде 70 лира екен. Сол қаладан алған жақсы. Сәл 10 лира болса да эконом. Тағы айтып кететін нәрсе, мынау карта ол тек бұл Эфеске кіру ғана емес, кез келген осы Түркиядағы ескі осындай мұражайларға кіре бересіз. И бұл карта бір жылға жарамды, бір жыл бойы 60 лираға бір рет алып күніге кірсеңіз де болады. Кіріп, Эфеске кіріп, басқа да музейлерге кіріп, бәріне мұражайларға кіріп, солай жүре бересіз. Кезінде Эфес осындай қала болған. Шекара ма? Шекара ғой. Бер жағы уже Қытай. Күлкілі емес болды негізі. Бірақ жыртылай бересіз. Ticaretle uğraşan iş adamları buraya geldiğinde hamama oraya giriyorlarmış. Sonra şu yoldan yürüyorlar. Arkadyan yolu diyorlar. Upuzun. Ta denize kadar gidiyor. Görüyor musunuz? Aslında buradan baktığınızda siz yine denizi göreceksiniz. Pardon, bir soru var. Bunun arası kaç kilometre? 500 metre civarında. 500 metre. 500 metrelik bir yolmuş burası. 7 numara Odeon. Küçük tiyatro. Orada şiir gösterisi, şarkı gösterileri falan yapılıyormuş.
осы қаншама жыл бұрын осы жермен адамдар өткен ғой. Әлі бүгінге дейін сақтап қалған. Nereye? Оказывается, этот, знаешь, откуда Nike Oraya mı? появился? Yok gitmiyoruz ya orada bir şey. Orada girilmiyor içine zaten. Orada Hadrian Tapınağı, pardon, Domitian Tapınağı'nın alt kısmı. Ты работаешь в Nike? Чувак, короче. Он здесь Bunlar ne biliyor musunuz? Beyaz. показал. Hayır bu şey arkeologlar Короче, ему понравился, кажется. И... kazdıktan sonra Он что, обувь имеется в виду показал или что? Нет! Эмблему. Nike, значок Nike. А где он? koruma. Там стоит, короче, Эльвисе. Капец автобус? Эльвисе, да? Он там, короче, как Nike. Ну ты чё? Kadınlar evde kullanıyorlar. Burası Efes'in evleri. Байлар тұрған мына городокта. Bunun alt katında şeyler var. Мына кітапханалары. Fotoğraf için oturun. Haydi fotoğraf çekildi. Дәл осыған қарама қарсы. Не екенін өздеріңіз интернеттен қарап көріңіздер. Эфесте кітапханаға қарама қарсы не тұр деп айтуға ұялып тұрмын. Бағана кіші театрды көрсеттік, мына үлкені. 25 мың адам сияды ішіне. Қаланың населениесінің санын театрға қарап есептейтін. Если Қанша адам бар? 10 пайызы, 10 пайызына жетердей адам несін есептейді екен. 25 мың болса, значит қалада 250 мың адам тұрған. Осыға 500 метрлік көпір, осының ар жағында теңіз болған, кейін ол теңіз тартылып қапты ары қарай. Осы теңізге кететін не жолы осы болған. Тура театрға қарама қарсы. Біз студенттерімізбен ескі Рим ауылына келдік. Измирдің жанында орналасқан Ширинже деген өте әдемі бір кішкентай ауыл. Бұл жерде тек қана 500 ғана адам тұрады. Ескі балалық шағымыздағы әжемнің үйіне, әжемнің ауылына кеттім дегендегі ауыл осы. Ширинже өзінің шараптарымен өте танымал. Бұл жерде шарап және зәйтүн өсіріледі. Қазір ол жердегі зәйтүнлер және жүзімдер өте танымал. Merhabalar. Öğrendiniz mi? Nasılsın? Ne o Kazakçada? Kalasın. Daha qanday söz үйреттің? Çünkü çok yakın. Тек сәлеметсіз бе дегенді ғана сұрады. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Onlar aynı. Onlar aynı. Расплескаться могут любя.
Какие эмоции получила? Я давно мечтала о такой поездке. Не бұл екі құрбы тұр. Мынау Аида дейтін қыз, сәлеметсіз бе? Амандаспайды бұл қыз, жарайды. Бұл мен таныспай қойсаңыздар болады. Как дела, ребята? Сұхбат беріп жібересіз? Ты меня снимаешь? Да. Жақсы күн өтті. Әрлеріне рахмет. Рахмет, тоқтатыр. Все. Болды ма? Казахский язык знаете? Понимаете? Вам по-казахски или по-русски разговаривать? Все равно? Может, на китайском? Я просто китайский знаю. Ладно, шучу. Жақсы онда қыздар, академияда кездескенше, көріскенше сау болыңдар. Мәдина Ходжам, рахмет сізге. Осылай тур ұйымдастырып, Тасарайдың атынан. Иә, тағы бір турымыз болады жақында. Давай, анонс, күда. Күтіңіздер. Үйге қайтып жатырмыз. Өте керемет күн болды. Тасарай академиясына рахмет, осындай тур ұйымдастырғандарына. Бәрі тегін, жолымыз, әбедіміз. Ойлап едім, әбетті өзіміз алатын шығармыз деп сөйтсем, оның бәрін ұйымдастырып қойған. Енді бізде бана апайларымыз айтып қалды, келесіде тағы бір видео, тағы бір осындай тур ұйымдастырамыз деп. Егер онда ұйымдастырып жатса, тағы бір видео шығады. Сол үшін арнамыздағы видеоларды қарап жүріңіздер. Не пропускайте. Жақсы сау болыңыздар.